Америка Иранға бір ай бойы соққы жасай ма? Америка Иранмен қысқа соғысқа дайындалып жатыр ма? Соңғы айларда әлемдік ақпарат кеңістігінде бір сұрақ жиі айтыла бастады. Америка Иранға соққы беруге дайындалып жатыр ма? Бұл жай ғана қысым көрсету ме? Әлде нақты әскери сценарий ме? Ең бастысы, неге дәл қазір? Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы текетірес жаңа емес. Бірақ соңғы кездері жағдай бұрынғыдан да қауіпті сипат ала бастады. Қызыл теңіздегі шабуылдар, Парсы шығанағындағы әскери қозғалыс, Израиль мен Иран арасындағы көлеңкелі соғыс. Мұның бәрі бір үлкен сценарийдің бөлшегі секілді. Көп сарапшылар бір айлық шектеулі соғыс болуы мүмкін деген нұсқаны жиі айтады. Бірақ бұл қалай жүзеге асуы мүмкін? Алдымен неге дәл бір ай деген сұраққа тоқталайық. Қазіргі заманда ірі соғыс бастау Америка үшін тиімсіз. Экономика, сайлау, қоғамдық пікір. Сондықтан Вашингтонның стратегиясы толық басып кіру емес. Қысқа мерзімді, дәл соққылар арқылы Иранды әлсірету. Бұл нені білдіреді? Әуе соққылары, ракеталық шабуылдар, кибершабуылдар, Иранның ядролық нысандарына қысым. Мұндай сценарийде жаяу әскер кіргізілмейді. Негізгі мақсат Иранның әскери инфрақұрылымын әлсірету және аймақтағы ықпалын азайту. Пентагон үшін бұл жаңа стратегия емес. Иракта да, Сирияда да, Ливияда да осындай әдіс қолданылды. Бірақ Иран бұл елдерге ұқсамайды. Оның прокси күштері бар. Хезболла, Йемендегі хуситтер, Ирактағы қарулы топтар. Бұл Америка үшін басты қауіп. Егер Америка Иранға соққы берсе не болады? Біріншіден, мұнай бағасы күрт өседі. Екіншіден, теңіз жолдары жабылуы мүмкін. Үшіншіден, Израиль автоматты түрде қақтығысқа тартылады. Израиль үшін Иран басты қарсылас. Сондықтан бір айлық соғыс шын мәнінде бүкіл таяу шығысты қамтуы мүмкін. Ал Иран не істейді? Иран тікелей Америка базаларына соққы бермейді. Оның орнына одақтастарын іске қосады. Сауд Арабиясына қысым, Израильге ракета, теңіздегі сауда кемелеріне қауіп. Бұл Американы ұзаққа созылған дағдарысқа итермелейді. Ең қызығы Америкада да, Иранда да толық соғысты бастауға саяси ерік жоқ. Екі тарап та бір нәрсені түсінеді. Толық соғыс бұл жеңіс емес, бұл хаос. Сондықтан ең ықтимал сценарий қандай? Қысқа мерзімді соққылар, дипломатиялық қысым, жабық келіссөздер, ақпараттық соғыс, яғни ресми түрде соғыс жоқ. Бірақ іс жүзінде қақтығыс жүріп жатады. Бір айлық соғыс болуы мүмкін бе? Иә, мүмкін. Толық масштабты соғыс басталама. Қазірше екі талай. Бұл әлем үшін нені білдіреді? Белгісіздік. Экономикалық қысым, геосаяси тұрақсыздық. Ал қарапайым халық үшін бұл жаңалықтардың артырған шындықты түсіну одан да маңызды. Өйткені бүгін таяу шығыста атылған бір зымыран ертең бүкіл әлем экономикасына әсер етеді. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.